Бәрінен шаршадым. Адамдар қатыгез, мейірім жоқ. Неге осылай? Телефоннан шаршаған Ерасыл столының үстіне қояды. Сол түні ол терең ұйқыға кетті. Сол түні Ерасылдың түсіне Мәшһүр Жүсіп кіреді. Ассалаумағалейкум, балам. Жаныңда бір сыр бар сияқты ғой. Сіз кімсіз? Бұл қай жер? Мен Мәшһүр Жүсіп. Жан мен жүрек тазалау жайлы жазған едім. Кел, сырласайық. Жас ұрпаққа аманат жүрек тазалығы мен ар-ұяты. Неге адамдар бір-біріне сенбейді? Сенің адамгершіліктің тірегі. Адам алдымен өзін түзесе, қоғам түзеледі. Мәшһүр мұрасы рухтың айнасы. Ұлттық болмыс деген не? Ұлттық болмыс тіліңде, дініңде, салтыңда. Тамырыңды ұмытсаң, жел соққанда құлайсың. Ар намысы биік ұрпақ елдің ертеңі. Не деген ғажаптысыз. Мен енді өзімнен бастаймын. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Мен енді ұлттық болмыс пен адамгершілік жолымен жүремін. Бұл менің таңдауым. Ерасыл, сен өзгеріп кетіпсің ғой. Мәшһүр Жүсіп айтқан асыл ойлар бүгінгі балаға бағыт.